Сәлем достар, бүгін сіздермен шабдалының пайдасы жайлы айтамыз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыздар. Шабдалы орталық және солтүстік Қытайда өсетін ағашты өсімдіктердің тұқымы. Оның жабайы табиғатта кездестіруге де болады. Шабдалы темір, кальций, натрий, фтор, фолацин, ниацин, фосфор, мыс, марганец, селен, мырыш, магний және С, Б, К, ППЕ, каротин дәрумендеріне бай. Шабдалының пайдасы қан айналым жүйесінің жұмыс істеуін қолдайды. Сонымен қатар калий жүрек бұлшық етінің жұмыспен реттеп, қалыпты және тұрақты жүрек соғу жылдамдығын сақтау үшін қажет. Е дәруменінде де әсері бар. Ол қан тамырларында қан ұйғыштарының пайда болуына жол бермейді. Шабдалыда темірдің болуы анемиямен ауыратын адамдар үшін пайдалы, сондай-ақ қандағы эритроциттердің көбеюіне көмектеседі. Жүрек қимыл жүйесінің жұмысын жақсарту, жалпы сүйекті нығайтатын әсері бар. Фосфор мен кальцийдің жоғары мөлшері буындар мен сүйектердің проблемалары үшін тұтынуға болады. Ас қорыту процестерін жақсартады, сондай-ақ жемістің түктері мен ішкі талшықтары оның қабығы ас қорыту процесін жақсартып, бұл қоректік заттарды тамақпен тез және толық сіңуіне әкеледі. Шабдалы сондай-ақ иммундық жүйесін әлсіреген адамдарға тәбетті жақсарту үшін іш қатуды, асқазан қыжылын, бауыр мен бүйрек ауруларының төмендеуін алдын алу үшін қажет. Шабдалы жасқа қарамастан әжімдерді тегістеп, сау теріні сақтаудың маңызды факторларының бірі болып табылады. Кісілердің денсаулығын нығайтады. Мәселе мұнда. Жемісте мырыш бар. Оның жеткілікті мөлшері организмде ер күшінің қалпына келтіреді. Гормоналды деңгейде қалыпқа келтіріп, простатаның алдын алады. Иммундық жүйені нығайтады. Шабдалыны жеу вирустық және суық тиюдің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар патогендік микробтарды бейтараптандырады. Өйткені жемістерде А, Б және С дәрумендері өте көп. Жүкті әйелдің жағдайын жақсартады. Күніне осы жемістің 2-3 данасын жемісін қабылдаса, токсикоз бен жүрек айну белгілерін азайтуға көмектеседі. Ағзаны тазартады. Шабдалы жемістері күшті тазартатын әсерге ие. Денеден артық сұйықтық пен зиянды заттарды шығарады. Да жиналған құмды кетіреді. Мидың жұмысын жақсартады. Шабдалы құрамындағы калий мен фосфор мидың жұмысын жақсартуға, есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Каротиннің арқасында көру өткірлігі жақсарады. Көруге болмайды. Аллергияға бейім адамдарға, қан диабетімен ауыратындарға тез семіру. Апельсиннің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Тәтті және шырынды апельсиндер бұл дәмді әрі пайдалы тағамдар және басқа тағамдарға керемет қосымша. Орташа апельсин құрамында 85 калория бар. Құрамында май, холестерин немесе натрий жоқ. Бұл күнделікті тұтынуға ұсынылатын жеміс. Әрине біз оның бәрімізге белгілі С витаминінің құрамында ұмыта алмаймыз. Апельсиннің адам денсаулығына пайдасы өте зор. Лимон қышқылы апельсинде көп мөлшерде болады. Соның арқасында апельсиннің пайдасы адам ағзасына нитраттар мен нитриттердің жиналуына жол бермейтіндігі көрінеді. Апельсин шырынының құрамында целлулоза мен фитонициттер болады. Олар организмнен зиянды заттарды кетіру қабілетімен белгілі. Олар тіпті табиғи антибиотиктер ретінде жіктеледі. Пайдасы туралы кішігірім айта кетейік. Біріншіден, иммундық жүйеге әсері мол. Құрамында С дәрумені болғандықтан инфекциялар мен вирустардан қорғайды. Сыртқы теріні жақсартады. С дәрумені жарқыраған теріні сақтауға және күннің зақымдану мен ластанумен күресуге көмектеседі. Бұл коллагеннің өмірлік маңызды көз және әжімдерді азайтуға және алдын алуға, сондай-ақ терінің жалпы құрылымын жақсартады. Холестеринді азайтады. Апельсин құрамындағы дәрумендер холестерин деңгейін төмендетеді, өйткені ол шектен артық холестеринді сіңіріп, оны жояды. Холестеролды азайтады. Апельсин құрамында калий және холин бар. Сіздің жүрегіңіздің күйін жақсартады. Ас қорытуды жақсартады және салмақ жоғалтуда көмектеседі. Көздің көруін жақсартады. Апельсин А дәруменіне бай. Құрамында лютеин, бета-каротин және зеаксантин сияқты каротиноидтар бар қоректік зат. Бұл көздің жасқа байланысты деградациясы болдырмауға көмектеседі. Бүгін сіздермен шиенің адам ағзасына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыздар. Шие бұл адам ағзасына пайдалы дәрумендер және минералдар көзі. Шие қыз-келіншектер мен жүкті әйелдерге пайдасы зор. Шиенің әйелдер үшін пайдасы: әйелдердің
шиенің жемістерді үнемі тұтынуы варикозды веналардың ықтималдылығын төмендетеді. Жидектерді қабылдау климакс кезінде ыңғайсыздықты жеңілдетеді. Ұрық құрамындағы заттар антиоксиданттық қасиеттерге ие. Олар әйел денесінің жасушаларын артаю процесін тежейді. Жүкті және бала емізетін әйелдерге шие жеуге бола ма? Шиенің жүкті әйелдер үшін пайдасы олардың құрамында темірдің көп болуымен байланысты. Минерал гемоглобинді дәрі-дәрмектерді қабылдамай-ақ анемияның басталуын алдын алады. Фолий қышқылы нәрестенің құрсақтағы дамуына пайдалы. Емізу кезінде целлюлозаның құрамындағы дәрумендер балаға сүт арқылы өтеді. Шие бұл жүректі сақтайтын алғашқы құрал. Шие құрамындағы пайдасы көп мөлшерде П дәрумені болуы және соған кумарин оң әсер етеді. Жидек денсаулыққа көмектеседі. Қан қысымын қалыпқа келтіру, қан июн қалыпты жағдайда келтіру, қан түзілуін жақсарту, қан тамырларын күшейту, холестерин деңгейін реттейді. Шиенің құрамындағы көмірсулар, пектин заттары, органикалық қышқылдар В2, С және А дәрумендері бар. Шие асқазан, ішек және несеп жолдары ауруларына өте пайдалы болумен қатар бауыр ауруларына да пайдасы бар. Ашқарынға желінген шие аздырады. Шие асқазанды жараны қабынуды және шиқандарды кетіреді. Шиені тұрақты тұтынылған жағдайда бүйрек және қуық жолдарының құмдарын тазалайды. Бауыр ісуіне пайдасы бар. Көпті қалыпты жағдайда түсіріп, жүйкелерді қуаттандырады. Шие шырыны теріге жағылса, дақтарды кетіреді. Безеулердің кетуіне ықпал етеді. Ревматизм, артеросклероз және буын ауруына пайдасы бар. Шие жемісі аурудың басуда аспириннен әсерлі. Шие жемісі әрі холестериннің әрі қанның құрамындағы шекердің азаюына көмекші болады. Шиенің құрамында хинин қышқылы бүйректерде тас жолын және құмның қалыптасуын алдын алу мүмкін. Егер тас бар болса, уақыт өтумен түсуіне көмектеседі. Қанның құрамындағы зиянды заттардың денеден шығуына ықпал етеді. Шамадан тыс дәрі қолданудың бауырда пайда болатын жүктің азаюына көмекші болады. Құрамындағы А витаминінің маңызды қайнар көзі болған каротин көз проблемаларының алдын алуға көмектеседі.